You cannot manage, which you cannot measure. Хотя английский язык не мой язык, которого я знал с детства. Қазақ тілін білмейтіндерді жұмысқа алмаймын деген сіздің принципіңіз талай кәсіпкерлерге ой салды деп ойлаймын. Өмірімде өз басым несиеге қымбат көлік алғам. BMW деген арман болып жүрген көлікті алуға ақшам жетпеді. Когда говорим про искусственный интеллект, нам советуют. Даже сейчас старайтесь не обижать Алису, не обижайте Сири. Почему? Потому что у них может быть еще и своя память, которая будет развиваться. Если они в будущем будут недовольны нами, они могут мстить. Года 3-4 я вообще новости не смотрю и новости не читаю. Новость, которая важна для меня, она сама меня найдет. Сіздің принципіңізден кейін вообще қазақ тілінің болашағы жайлы өзіңіздің ойыңыз қалай? Риза апай, біздің болашағымыз жарқын. Жарқын болмауына қақымыз жоқ. Жарқын болуды жасайтын сіз бен біз. Мешіт салған адам о дүниеге барғанда жұмаққа барады деген сияқты сөз айтатындар бар. Бұл мешіттің жаңағы өзіңіз айттыңыз, сақалы шыққан құрылыс болғандығы рас. Археологических легенд, историй, может быть, что-то вспомните касательно того края, от которого вы родом. Этот Тарбағатай, он называется долиной царей. Почему? Есть реальные исторические доказанные факты. Фантазия-то чек жоқ қой. Өнердің дамуында да менің ойымша шек жоқ. Вот смотрите, вот телефон, да, он у меня постоянно на беззвучном режиме. Кеше бізде форум болды, облысымыздың құрылғанына 2 жылдығына байланысты. Форумда өзіңіз тамаша сөйледіңіз. Енді сөйлегендерге біреуге артық, біреуге кем деп баға бергім келмейді. Дегенмен сіздің тазақша сөйлегеніңізбен қаржы маманының әдемі сөйлегенімен залда отырған, ұйықтап жатқан халықты бір оятып жібергендей болдыңыз. Иә. Сіздің қазақ тілінің жанашыры екеніңізді жақсы білеміз. Қазақша сөйлемегендер жұмысқа алмайтыныңызды білеміз. Енді біз нені бастасақ әңгімені. Сіз кәсіпкер, табысқа жеткен дулат. Сол кәсіпке жетуіңіздің ең бірінші сыры неде десем, енді бұндай банальный болып кетпейтін шығар сұрағым енді. Дейсіз. Енді біріншіден Риза апай, жаңа кешегі айтылған азды көпті ой бөлісуімізге беріп жатқан бағаңыз үшін алғысымды айтамын. Енді қазақта сөз бар ғой, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Басқасы омақасып жолда қалады деп өзім қосып қойғам. Шынымен де кеше бір ол жерде бір көсемсіп, шешенсіп, елдің алдында бір жарқ ете қалу емес, негізгі оймен бөлісу болды. Соның көп адамдардың көңілінен шығып жатқанына өзім де ризамын, қуаныштымын. Енді сіздің нақты сұрағыңызға келетін болсақ, білмеймін, жалпы кәсіпке деген бір адамның жақындығы болуы бала кезден қалыптасады. Ол бір жағынан текте бар болатын болса, менің үлкен аталарымның көпес сондай өз елінде саудамен айналысқан азаматтар болған. Одан кейінге берілетін тәрбие. Менің әкем де кәсіпкер. Бала күнімде осы Семей қаласына жазғы каникул кезінде қыдырып келген кезде нағашы ағаммен бірге қосылып, мынау бұрынғы Ленин паркі, қазіргі орталық парктың алдында гүл сататынбыз. Сол кезде мен нағашы ағам саудаға, сатуға, ақша санауға үйреткен кездері болған. Себебі мен өзім көп жерде айтам, кәсіпкерлікпен айналысу үшін, жетістікке жету үшін не істеу керек деген кезде, кәсіпкерліктің былай айтқан кезде сыры ол сата білу қабілетінде. Өзінің өндірген өнімін, шығарған затын, немесе қызметін сата алмайтын кәсіпкердің қадамдары қарышты болмайды бәрібірде. Бәрібір айналып келген кезде сол сату қабілеті, сата білу өнері кәсіпті алға сүйрейтін дүние ойлаймын. Енді біз қаржы нарығында қаржы сервистерін көрсетіп жүрген компания болсақ та, өзіміздің тұтынушыларымызға өзіміздің өнімімізді, өзіміздің қызметімізді лайықты деңгейде саталғанның сәті мүмкін қазіргі бар азды кемді жетістігіміздің бір мәні шығар деп ойлаймын. Енді қалай ойлайсыз? Қазір жастарымыз, бұл әңгімені айтып отырғанда жастарымызға ой сала ма деген мақсатпен мен сұрап отырмын. Машина, үй,
үйлену тойын несиеге алып той жасап жатқандар қазақтар көп, жастарымыз көп. Содан кейін олардың зейнет демалысына жеткенге дейін олардың көпшілігі сол несиені төлеумен өткізеді уақыттарын. Жалпы қазақ байы үшін не керек, бізде не жетіспейді? Енді бұл жерде бірінші айтатын дүние менің ойымша, Риза апай, қаржылық сауаттылық. Қаржылық сауаттылық дегеніміз ол тек қана сол несиені ала білу өнер емес. Несиені ала білу өнері мықты деп қарызға бешесінен басқан адамдар көп. Алудың да беруі бар. Әрбір адам алған мойнына жауапкершілікті қалай өтей білетіндігін көре алса, соны түсінсе дұрыс. Бұл несие, кредит деген дүние құрал, инструмент. Оны кім қалай қолданады, кім қалай игере біледі, соған байланысты. Мен өз басым, жеке басым, қарызға үйленуге, қарызға кіріп, мысалы үшін бір жетістікке жетуге қарсымын. Бірақ өз басым өмірдегі алғашқы пәтерімді үйленгеннен кейін 2 жылдан кейін ипотекаға алғам. 15 жылға ипотекаға алдым. Сол Алматы өңірінде Қаскелең қаласында 2 бөлмелі пәтерде. Бірақ соны бір 2006-да алдым, 2011-дің басында толық жаптым. Басқа үй алу үшін. Ол үйді несиеге алғам. Өмірімде өз басым несиеге қымбат көлік алғам. Бірақ оны 1 жылдан асырмай жауып тастадым. Сол кездегі BMW деген арман болып жүрген көлікті алуға ақшам жетпеді. Бірақ та біраз уақыттан кейін табысым түсетінін білдім. Соны көрдім, несиеге бардым. Енді мен жаңа айттым ғой, инструмент. Қолда түспейтін дүниені қол жеткізуге көмек болатын құрал. Бірақ оны да қаржылық сауаттылықпен өзіңнің болашақ табысыңды зерделей отырып, көре отырып, соған көңілің толық жеткен кезде, сенімің толған кезде оны қолданатын болсаң, ол үлкен мүмкіндік. Ал егерде ертеңгі күнді ойламай, қалай болса солай бет алды қарызға бата беру, ол адамды құрдымға жібереді. Сол несиелер сіздің бүгінгі жетістікке жетуіңізге қозғау болды деп ойлаймын, солай ма? Енді дер кезінде жаңа отбасын құрған кезде, мен үйдің үлкенімін, 2 жылдан кейін әке-шешемізден еншімізді алып шыққан кезде біздің отбасымыздың тұратын баспанасы керек болды ғой. Ол да біздің арғарай жанұямыздың қалыптасып, өмірге 2-ші баламыздың келуіне, арғарай дамуымызға өзіндік стимул болды. Қарыз бар болған кезде адам, егерде оны дұрыс түсінсе, көбірек жұмыс істейді, көбірек табыс табуға тырысады. Ал енді дер кезінде жақсы көлікті мініп жүрудің өзі де, енді біз айтамыз ғой қазақ, ер қанаты ат деп. Біздің қазіргі таңдағы біздің сәйгүліктеріміз, біздің жылқыларымыз енді бұл темір көлік. Дұрыс темір көлікті мініп жүрген азаматқа да қоғамның ықыласы басқадай болады, мен ойымша. Дулат, вы как-то себя часто позиционируете как ученика математической школы, причем столичной математической школы. Заниматься математикой – это удел избранных людей, потому что это та сфера, которая выводит тебя на конечный результат. И все-таки скажите, мозг надо нагружать сейчас. Как и чем его надо нагружать, вот с точки вашего зрения? Вот, Вера, смотрите, математикой на самом деле должен заниматься каждый человек. В моем понимании. Потому что математика – это скульптор правильного мышления. Человек, который разбирается в цифрах, он может просчитывать свои шаги, свою жизнь, свое будущее. Есть такое выражение… на этот вопрос. Хорошо. Смотрите, есть такое выражение на английском языке, да? You cannot manage, which you cannot measure. Ты не можешь управлять тем, чего ты не можешь измерить. То есть, чем измерять? В любом случае, для нас самая простая вещь – это цифры, да? То есть, если мы прогнозируем свою жизнь, если мы понимаем, вот нам осталось там жить до 95 лет, еще там половина жизни, да, как я сам для себя визионирую. Да. В этой ситуации я понимаю, что вот, нужно постоянно развиваться. Сейчас в нашем мире информационная система, вообще информации очень много. И нагружать мозг можно чем попало. И часто это мусор. Как избрать? Это очень тяжело. Мы порой, возможно, всегда не понимаем
большом информационном потоке, что для нас важно, что для нас выгодно. Принимаем все, но мало что из них бывает полезным. Вот я для себя сделал такой вывод, слушая других взрослых людей, принимая от них советы. Последние года 3-4 я вообще новости не смотрю и новости не читаю. Вот в советском пространстве было важно и необходимо, чтобы каждый вечер каждый гражданин смотрел, слушал «Время» и читал прессу, да? Я не сторонник того, чтобы люди не читали газеты, но у меня в моем графике не хватает времени на это. Если я буду прослеживать всю ленту новостей каждый день, это будет нагружать в мой мозг, во-первых, а во-вторых, будет отнимать мое время. И большинство новостей, они негативные. Да, и не даст результата. И я считаю, что если новость, которая важна для меня, она сама меня найдет. Поэтому я просто там для себя решил и отказался читать новости. То есть в партнерских отношениях со своим мозгом, так выходит? Даете ему право выбора? Да. Ну, давайте продолжим разговор. Вообще, нарратив времени сегодня постоянно учиться, да? И вот даже в вашем возрасте вы учитесь не где-либо, а в Гарвардском университете. Но, как я посмотрела, вы учитесь в принципиально новом формате, комьюнити, где собираетесь люди и обмениваетесь мнениями. По сути, позиционируете себя. Как позиционируете вы себя там? Потому что сообщество, которое требует и ответа. Вот давайте так. Я вот всегда беру пример от наших великих предков, да. Я помню, как наш великий Ханыш Сәтпаев поехал в Англию, в Великобританию, и когда встретился с Черчиллем, Черчилль увидел его рост, его размер и сказал: ой, какой вы этот самый казахи высокие, у вас все такие? Он сказал, что мой народ выше, чем я. И в моем понимании, когда я нахожусь в Гарварде, как я себя позиционирую, я должен стремиться, пытаться, хотя английский язык не мой язык, которого я знал с детства. Я каждый день с утра с 7:30 до 8:30 учу английский язык для того, чтобы на этом языке позиционировать свою нацию, свой народ. Нельзя ударить лицом в грязь. Да. А Гарвард в этой ситуации это такой уникальный, такая площадка. Да, уникальный институт. Это учебное заведение, которое на самом деле сейчас больше продает нетворкинг, знакомство, да, общение, вот комьюнити, о чем вы говорите, да, нежели знания. Они говорят: мы вам дадим академический 30% в Гарварде. Они так и заявляют. А остальные 70% вы получите друг от друга. Это факт. Потому что в нашей ситуации 170 человек из 40 стран мира, собравшиеся в Бостоне, знакомятся, общаются, развлекаются, делятся опытом, мнениями. И это на самом деле обогащает тот академический материал, который мы получаем во время разбора кейсов. Тогда куда мир движется? В каком смысле? В житейском. Мир будет постоянно эволюционировать, развиваться. Сейчас очень множество технологий. Мы сейчас и радуемся, и восхищаемся. С другой стороны, боимся от искусственного интеллекта. Есть угрозы, реальные риски, что, возможно, в будущем искусственный интеллект будет управлять людьми. А как его взять в партнеры тогда? Сейчас он как в качестве помощника, исполнителя. Но нам, когда мы говорим про цифровизацию, про информационные технологии, когда говорим про искусственный интеллект, нам советуют: даже сейчас старайтесь не обижать Алису, не обижайте Сири. Почему? Потому что у них может быть еще и своя память, которая будет развиваться. Если они в будущем будут недовольны нами, они могут мстить. То есть в этой ситуации, это с одной стороны смешно, да? Но я надеюсь, что... Это очень правильная информация. Это информация, которая нужна тому поколению, которое сейчас пытается разобраться в этом времени. На самом деле, вот смотрите, Вера, были моменты, когда вот появился Сири, там, Алиса, да? Мы как там ребята там развлекались, веселились, и где-то наши ребята разговаривали с Сири на матах. И все время Сири успокаивала того человека,
кто произносил мат. Но это тоже, с одной стороны, глупость. Потому что технологии, как вы сейчас говорите, в будущем будут партнерами, и пусть они только останутся партнерами, а не велителями. Так вот, поэтому я и завела разговор о мозге, чем его нагружать. Но это уже не будем записывать. Ой, Рахмет, это вот то, что мне хочется. То, что трудно такую информацию у нас от кого-то получить. Спасибо вам. Қазақ тілін білмейтіндерді жұмысқа алмаймын деген сіздің принципіңіз талай кәсіпкерлерге ой салды деп ойлаймын. Ой салса жақсы болар еді. Мен де сөйтіп өттім. Иә, сіз таза қазақ ауылында тәрбие алған, білім алған, қазақша білім алып, қазақша тәрбие алған азаматсыз. Өзіңіз дәл қазір. Енді бұл сұрақта жаттанды болғаны мен де қоймау мүмкін емес сіздің принципіңізден кейін. Вообще қазақ тілінің болашағы жайлы өзіңіздің ойыңыз қалай? Ризапай, біздің болашағымыз жарқын. Жарқын болмауына қақымыз жоқ. Жарқын болуды жасайтын сіз бен біз, өзіміздің қара көздер. Бұл жерде мен бір шовинистік танытқым келмейді. Ұлттың ерекшелігі, ұлттың бірінші идентификациясы ол тілі. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Бұл ақиқат, аксиома. Енді бұл жерде қаймағы бұзылмаған қазақ ауылында туған адамдар да баршылық. Біздің бір ғапылдығымыз деп айтсам артық емес шығар. Өзіміздің ақ көңілдігіміздің нәтижесінде, қонақжайлығымыздың нәтижесінде кейде өзіміздің болашағымызға басымдық беруден қараған кезде желпілдікпен басқаларға басымдық қойып жүретін сәтіміз бар. Бірақ дегенмен де бұл жерде мен бір қасарысып қатудан қараған кезде, былтырғы жылдан бері қазақ тілі қоғамының вице-президенті лауазымында жүрген кезде басқа азаматтармен ақылдасып ой бөлісудің нәтижесінде бір керемет ойға келген сияқтымын деп ойлаймын. Сізбен бөлісейін. Сіз де менің бұл сұрағыма жауап берсеңіз жақсы болар еді. Қазіргі таңда біз 20 миллион халықпыз. Соның 70%-ы 14 миллионы өз ұлтымыз. Біздің қазіргі таңдағы халықтың демографиясының өсу динамикасы әлемдегі ең жоғары деңгейде тұр. Ол қуантарлық дүние. Келген адам бар, туу деңгейі жақсы. Мысалы үшін Қытай дың коэффициенті 0,85 шамасында екен. Яғни олар азайып баратыр. Оларда ол үлкен проблема. Ал бізде кемінде бір жанұяда 4 баладан туып жатыр. Енді бір 5 ары кетсе 10 жылдың ішінде біз 25 миллион боламыз. Сол кездегі біздің ұлттың үлесі 80% болады деп мен сенем. Ризапай. Ал енді сол 80% өзіміздің ұлттың қазіргі уақытта бала күннен үйренбеген, бала күннен мән бермеген, сөйлей алмайтын адамдарға оны қинап, оларды бөліп, жіктеп, жаман сөздер айтып, оларға жек көрінішті болудың қажеті жоқ. Біз қазір туған балаларды, қазір тілі шығып атқан балаларды, әрбір осыны тыңдап отқан аналар құлағына салса, ана тілде бекер айтылмаған. Себебі ата жұрт деген бар, ата кәсіп деген бар, ата мекен деген бар. Бірақ ата тіл деген жоқ, ана тіл деп айтылады. Әрбір ана өзінің туған баласына тілі шыққан кезде, тілі шықпаған кезде бесік жырын тыңдатуға тырысып, әлдейін айтып, шыққан кездегі тілін ана тіліне қалыптастыратын болса, біраз уақыттан кейінгі өскен ұрпақтың келесі буынның барлығы сол 20 миллион өзіміздің ұлттың өкілі өз тілімізде емін-еркін сөйлеп, өзінің мақтанышы мен өзінің абыройын тіл арқылы көрсете білетін болса, басқа тілдерде сөйлей алып. Сол кезде біздің болашағымыз да, ұлтымыздың да, тіліміздің де, халқымыздың да болашағын жарқын болатынына ешқандай күмәнім жоқ. Біздің қазіргі таңның өзінде халқымыздың саны 20 миллионнан асты ғой. Сол әлемдегі алпауыт брендтер, алпауыт компанияларда Қазақстанға деген көзқарасты өзгертті. Себебі әркімнің, әрбір үлкен транснационалды компаниялардың, мысалы үшін ол Samsung болсын, Apple болсын, басқа мемлекеттерді мынау сату нарығы деп қараған кезде, сондай деңгейден өткен халықтарға деген көзқарасы басқа болады. 20 миллион адам бір тілде сөйлейтін болса, сол тілде басынан бастап шыққан жаңа тауарда біздің тілдегі түсіндірме болады.
біздің қазіргі қисық қалай болса солай басқа тілден аудара салған аударма емес. Сол кезде басынан бастап сапалы түрде жасалған өзіміздің тілдегі түсіндірмелерді, аннотацияларды көреміз деп ойлаймын. Ол да болашағымыздың жарқын екеніне кепіл, бірақ біздің болашағымыз, біздің тілдің болашағымыз. Біз сияқты осындай нәрсені көтеріп жүрген азаматтардың қолында емес, ол әрбір ананың қолында, әрбір қыз баланың қолында. Болашақ ұрпақты әдемілеп өзінің ана тілінің қалыптасуын қамтамасыз ететін болса, бізге ешкімге жалынудың қажеті жоқ. Я посмотрела ваши предпочтения, и одна из книг, к которой вы относитесь с таким глубоким уважением, это «Продавец обуви». Прочитала, да? Вывела одну фразу, не знаю, насколько я попала в цель, что такое бизнес. Там так говорится, бизнес – это борьба без пуль. И у меня сразу возник вопрос, задать вам такой вопрос. Что все-таки тогда заменяет пулю? Заменяет еще раз? Заменяет пулю. Бизнес – это борьба без пуль. Что заменяет пулю? Заменяет пулю, если мы говорим про продажи, это обаяние, знание своего продукта, знание своего клиента. Это фишки маркетинга, да? А если мы говорим про управление штатом, командой, формирование командой, заменяет пулю корпоративная культура. Корпоративная культура – очень мощный инструмент, которого недооценивают многие предприниматели. Потому что у бизнеса должен быть смысл. Когда слышим фразу «миссия бизнеса», многие люди воспринимают его как маркетинговая фишка, современные какие-то западные штучки. На самом деле миссия бизнеса, само значение слова «миссия» – это смысл жизни. Для чего существует бизнес, для чего эта компания живет, почему там собрались люди. Сама по себе компания – это вещь такая нематериальная. Мы компанию не можем потрогать, не можем взять в руки. Там есть сборище людей. Почувствовать можем, да. Потому что в компании есть люди. Миссия компании, смысл существования, смысл работы, смысл функционирования этих людей. Когда у них общая миссия складывается, это очень круто. И многие люди этого не понимают. Я вот каждый месяц, когда к нам в команду, в компанию поступают новые люди, раз в месяц, 2 часа провожу время с новичками. Для чего? Для того, чтобы разъяснить идеологию, смысл существования, миссию компании. Какие у нас ценности соблюдаются. Наша миссия звучит так. Создавать финансовые возможности, используя инновационные финансовые решения для достижения целей. То есть мы помогаем людям достигать целей, предоставляя им инновационные финансовые продукты. И каждый наш сотрудник должен понимать, что он с 9 до 6, занимаясь маркетингом, бухгалтерией, либо юридическими вопросами, он создает финансовые возможности, финансовые возможности для других людей и самого себя. То есть война, борьба без пуль. Понятно, что мы не можем драться, не можем воевать, не можем стрелять, но там есть борьба между конкурентами. Философия есть в книге такая, там больше как раз говорится о корпоративности. На самом деле, отношении, о человеческом потенциале. Я, когда читал эту книгу, кайфовал. Да? И прямо... Вы мне дали право ее, о ней узнать, ее прочитать, кстати. Супер. На самом деле, когда вот после прочтения этой книги, Phil Knight, да, про компанию Nike, я прям настоятельно требовал и следил, чтобы мои близкие люди, мои партнеры тоже прочитали. Читая эту книгу, мы прям вспоминали свои шаги. Понятно, что Nike пока что там крупнее нас, это мировая компания, организация, но даже эти эпизоды при становлении компании прям точь-в-точь повторяются в наших шагах. Потому что, ну, как бы уникальные случаи, вроде бы, у Nike, да, повторяются в любом бизнесе. Все, спасибо. Дулат Тұрсынұлы, мешіт, біздің мына бүгінгі мешіттің, сіз өзіңіздің салып берген мешіттіңіз Семейде 10 жылдан артық салынып, құрылысы іргетасы салынып, құрылысы тоқтап тұрып қалған болатын қаржының жоқтығынан. Үш рет ақша бөлініп, желініп деген сәт. Иә, солай, иә. Әртүрлі енді нелердің, мердігерлердің ақшасына айналып кеткен объекті болатын. Негізінде мешіт дегенің біздің
мешіт салу деген нәрсе біздің ата-бабаларымыз Тыныбай мешіті бар, тағы да мешіт біздің Семей сияқты рухани, мәдени Қазақстанның астанасында бір дұрыс мешіттің болмағандығы негізінде біздің өзіміздің осы семейліктерге бір үлкен сын болатын. Сол мәселені, сол ауыртпалықты кішкене өзіңізге, сол жүкті өзіңіздің мойныңызға алып, азаматтығыңызды көрсетіп, осы мешітті салып, халыққа пайдалануға беріп, сіз үлкен сауапты іс жасадыңыз. Жалпы осы мешітті салған кезде кейбіреулер мешіттің сауабын алсақ дейді. Жалпы Құран Кәрімде де айтылған, мешіт салған адам о дүниеге барғанда жұмаққа барады деген сияқты сөз айтатындар бар. Қазір мен сізге нететінім, соңғы жылдары дінге бет бұрған біздің жастарымыз көбейіп жатыр. Ол дінге бет бұрғанды бір жағынан ол имандылыққа бет бұру деп өзіміз дұрыс қабылдаймыз. Бірақ сол имандылыққа бет бұрған жастарымыздың басқа да дін жолына кетіп қалып, кішкене адасып жүргендері де көп. Орамалмен тұмшаланып жүрген қыздарымыз көбейіп кетті. Кейбіреусіне айтам, жас қыздарға мен өзім, сен әдемі шашыңды, әдемі иығыңды, әдемі денеңді қазір орамалмен бір көп жастық өміріңді өткізіп жатсың. Осы әдемілікті қашан көрсетесің, енді көрсетпей өтесің ғой деп. Жалпы сіздің өзіңіздің көзқарасыңызды білсек осы орайда. Енді шынымен де елімізде кейбір өңірлерінде жалпы алған кезде деструктивті діни ағымдардың бар екендігін өкінішке қарай жоққа шығара алмаймыз. Ол тек қана біздің мемлекетте емес, басқа мемлекеттерде, жалпы әлемде қазіргі таңда дін деген кейбір сәттерде саясаттың нағыз құралы болып тұрған сәті бар. Ол мемлекетаралық текетірестерде де өте үлкен көрініс береді. Ал енді жалпы мені қуантатын дүние, ол біздің туған өңірімізде, Абай облысында бұл көрініс бір қатты етек алған дүние емес екендігі қуанышты, бірақ жоқ емес бар. Енді мен де радикалды фанат болып діннің соңына кетуді дұрыс деп ойламаймын. Біздің жалпы өзіміздің өңірде ата-бабаларымыз салып кеткен жолында исламды қабылдағаннан кейінгі көбінесе сопылық суфизм орын алған. Енді қазір дінге мен баға бере алмаймын, беруге қақым да жоқ, оған лайықты білімім де жоқ шығар деп ойлаймын. Бәрінің дұрыс болғандығын өз басым қалаймын. Ал енді бұл мешіттің жаңағы өзіңіз айттыңыз, сақалы шыққан құрылыс болғандығы рас. Бұл дүниеге қалай келгені туралы айтып берсем, бұл қалай болғандығы туралы. Біріншіден 2009 жылы әкеміз өзіміздің туған ауылымыз Ақсуат ауданындағы Екпін ауылында ауылдың мешітін салған болатын. Сол кезде әкеміздің қаржысы асып тасып тұрмаса да, сол дүниені жасаған кездегі ерлігін көріп, енді баласы ұлы ретінде мен өзім бір ерекше жігер алдым. Ал сондай жаңағыдей шешінген судан тайынбас деп қолындағы бар қаржысымен сол құрылысқа кіріп кеткен кезде кәсібі мешіт салумен қатар бірге жанданып, мешіт салынып кеткен кезде әкемнің қаржысы соғанға дейінгіден қарағанда ұлғаймаса азайған жоқ. Шын ниеттің белгісі. Сауабы да тиді, жаңағы көмектесілген дүние болды, енді ол тылсым күш. Сол әкеміздің жасаған ісін көрген кезде бір біз Шымкент жаққа көлікпен кетіп бара жаттық, түн ішінде. Кетіп бара жатқанда Тараз қаласында жарқырап жанып тұрған жаңадан салынған мешітті көрдім. Сол кезде отырып ой келді. Әкеміз ауылға мешіт салды, енді ініміз екеуміз аудан орталығына мешіт салсақ, кейін бізден туған балалар облыстық деңгейде үлкен осындай сауапты іске кенелсе, ұрпағымызға, үрім-бұтағымызға бір сауапты дүние болады ғой деген сияқты ой қылаң берген болатын. Сөйтіп 2016-да Ақсуат орталығындағы мешіт салып бітірдік. Енді менің армандағы миссиямызды орындаған кезде мынау Семей туралы мен бағанаға сұрақтарымды да айтқан болатын. Бала күнімізден келіп жақсы көретін туған қаламыз болғаннан кейін, осы жаққа келген кезде осы ортаның мына жерде бір бетондармен жаңағы көшіп кеткен ел сияқты құлазып тұрғанын көрген кезде, қаламыздың сиқы бұзылып бара жатқанын көрген кезде, жаңағыдей қисынын одан сайын бұзып тұрғанын көрген кезде, шіркін-ай, осы нәрсені бір ретке келтірсе ғой деген арман жүретін. Содан кейін жаңағы
басындағы қиялдағы бала шағамызға артық қойған міндетті күтіп жүрмей-ақ, мүмкіндік болса осыны қазірден қолға алып жүзеге асыра берсек деген ой келді. Оны әке-шешемізбен, інімізбен ақылдасып, не болса да бастаймыз деп бастап кеттік. Енді ниетке байланысты нәсіп болған екен. Осы мешіттің салынуымен қалаға да бір рухани күш келген сияқты, елдің еңсесі көтерілген сияқты. Бір жыл өте жатпай қайтадан облыс атандық. Семей қайтадан облыс орталық статусын алды. Енді ол жақсы нәрселердің бір-біріне жалғасын тапқанын арымдайтын халықпыз. Өз басым бір ерекше бізге берілген бақыт деп қабылдаймын. Вот скажите, пожалуйста, вы тем самым как-то вносите свой вклад в национальную идентичность, формируя уже как бы ее классический такой подход. И вот когда ты обращаешься к истории, то появляется очень много таких археологических легенд, историй. Может быть, что-то вспомните касательно того края, от которого вы родом? Ну, там очень много исторических фактов на самом деле. Что-то новенькое такое. Ну, новенькое на самом деле, вот прямо мы же в регионе гор Тарбағатай живем, правильно, да? Вот до Советского Союза у нас не было деления там на районы, на сельские округа, области, да? Мы называли регион, край, Семиречье, Сыр елі, Тарбағатай. И вот этот Тарбағатай, он называется долиной царей. Почему? Есть реальные исторические доказанные факты. Там уже археологи делают раскопки и находят золотых людей. И тот факт, что этот край когда-то был колыбелью именно великих людей, кочевников, это подтверждается. И вот, допустим, ну, последние годы, понятно, что погода не совсем благоприятная, да, но вот наш регион, Тарбағатай, Ақсуатский район, один из самых передовых районов по производству животноводческой продукции. И это подтверждается даже словами нашего великого батыра Қабанбай. После того, как мы одержали победу над джунгарами, пришло время делить землю. Какой батыр, какой род, какую землю возьмет. А это всегда непросто. Да. И тогда Қабанбай батыр сказал: Тарбағатай жауға шет болғанмен малға жай. О чем это говорит? Тарбағатай, понятно, там рядом с врагом находится, но очень благоприятен для ведения животноводчества. Вот. Это факт. Получается, ну, скот пасется и развивается, размножается с помощью подножного корма. И таких моментов на самом деле... Это тоже борьба без пуль? Да. Это тоже бизнес, основной бизнес. Жаңа біз осы жерде тұрған мұражай Қазақстандағы бейнелеу өнерінің ең үлкен мұражайы. Бұны біздің Семейдің тумасы емес, Семейге қатысы жоқ, қазақстандық емес, Ресейдің азаматы осы суреттердің коллекциясын жинаған Невзоровтың жанұясы біздің Семейге тарту еткен. Енді біздің Семейдің неге таңдау түскенін енді біз білмейміз. Дегенмен осы Қазақстанда біздің Семейдің осы мақтанышы, осы мұражайлардың біреуі. Біз енді мен сізге сұрайын деп тұрғаным, сіздің соңғы кездері мына мұражайға алып, осы мұражайдың ішінен тұрғанымыз, сіздің де өнерге жаныңыз жақын екенін байқаймыз. Асанәлі ағамызбен сұхбатыңызды байқадым, көрдім. Айтыс өнерін сіз қолдаушы болып жүрсіз. Тағы да сол сияқты өнерге жанашырлығыңызды көп байқаймыз. Жалпы біз қазақ өнерлі халық. Біздің қазақтың өнерін өркендету үшін бізге алдағы уақытта не жетіспейді, не керек деп өзіңіз ойлайсыз? Енді ол фантазияда шек жоқ қой. Өнердің дамуында да менің ойымша шек жоқ. Жалпы бірдеңкені дамыту үшін, адамның өзін-өзі дамыту үшін әрқашанда өзіне деген жеке критикасының болуы керек. Сол сияқты бізде шынымен де керемет мұражайда, теңдесі жоқ мұражайда, теңдесі жоқ коллекциялардың ортасында тұрып, осындай мәдениеттің кенішінің иесі болғанымызға
мақтанышпен қуанып тұрмыз. Ал енді негізі біз көп жағдайда мәдениеттің, өркениеттің дамуын мемлекетке ғана тіреп қоямыз. Әрине мемлекеттің міндетте бар, жауапкершілікте бар бұл бағытта. Бірақ енді жалпы біздегі ғана емес, жалпы әлемдегі кез келген өнердің дамуына соған қызығушылық танытқан әртүрлі филантроптар, меценаттар, өнердің, тіпті спорттың жанашырлары ол болған. Ол біздің тарихымызда да бар. Маман Есенқұл, Мамания мектебі дейміз. Осы Абайдың өзінің маңайында жүріп, осы кейіннен солың өнердің жинақтарының қалыптасуына біздің осы өңірдің азаматтарында үлес қосқанын білеміз. Ол енді совет заманында ұлттық буржуазия деп айтылды. Негізінде сол көріністер әр адамның кішкентай да болса да, мысалы үшін өнерге бір әнге, тақпаққа, шығармаға, кітапқа үлесін салуы өнердің болашағына жасалған үлкен көмек. Не жетіспейді деп айту, маған жауап беру қиын. Енді өзімнің жеке пайымдауымша, әр азамат осы бағытта жұмыс жасау керек. Себебі бәрібір адам тек қана материалдық құндылықтардың егесі болып қалса, ол жаңағыдай оттаған хайуанмен тең ғой. Сол үшін адамның материалдық құндылықтарымен қоса, оның рухани құндылықтары да өсу керек. Ал рухани құндылықтарды өсіретін, қалыптастыратын, жеткізетін осы өнердің туындылары, өнердің жұрнағы, өнердің осылай сара жолдары адамды рухани дамуға шақырады деп ойлаймын. Касательно времени, вы выступаете тоже филантропом в наш регион. Вчера, к примеру, на встрече вы сообщили о том, что перевели налоговую базу сюда, в нашу область Абай. И прошла одна из таких версий, что вы намерены частично инвестировать в строящийся аэропорт в Аксуатском районе. Скажите, пожалуйста, я сейчас быстренько перейду немного к другому и позволю себе задать вопрос такого плана. Не кажется ли вам, что ресурсная база агропромышленного комплекса у нас еще не до конца используется? Вот какие здесь есть возможности? Немножко с точки зрения бизнеса. Возможности на самом деле невероятные. Как и в любой другой стране мира, так и у нас ресурсов полно, а для их правильного использования, применения нужны людские ресурсы, человеческий капитал. Да. Человеческий капитал – это качество людей, их способности, их квалификация, их знания. Эти все моменты создают технологии для развития, для обработки тех самых ресурсов, которые у нас есть. Мы привыкли называть наш народ, исконным ремеслом нашего народа, это животноводство. Понятно, у нас есть просторные степи, пастбища, где мы можем спокойно быть лидером по производству животноводческой продукции не только для региона, а для всего мира. Мы понимаем, что количество людей в мире растет, их своевременное пропитание необходимо, ресурсы пищевые, они всегда востребованы и нужны, у нас есть такой потенциал. Но в то же время нам нужно в любом случае развивать эти моменты. Сейчас, на самом деле, да, я как вижу, одна из самых больших проблем страны – это недостаточность инфраструктуры. Самая простая ситуация – это плохие дороги в целом в нашей стране. Даже никуда далеко идти не надо, даже в нашей области. Есть много проектов, где строятся дороги, где заброшены дороги, какие-то там недобросовестные подрядчики начинали и оставили народ между Семеем и Ахсуатом ездить по бездорожью. На самом деле инфраструктура очень необходима, когда у людей и у бизнеса будет возможность, потенциал спокойно, смело перемещаться даже внутри страны, это даст большой импульс. Если взять Штаты, если взять Китай, если взять там другие продвинутые страны, они в первую очередь для развития целой экономики начали строить дороги. Мы знаем, как строительство дорог в Штатах произвел бум автопрома. Не было бы дорог, негде было бы ездить.
Так же, как в строительстве. Да, кирпичи да. мотивирует все другое. Да. Вот эти моменты. Поэтому инфраструктура самая важная. И вот сейчас недавно вот побывал в Китае, Шанхай, Пекин, встречались с представителями бизнеса YPO Китай, Пекин и YPO Россия. Я тоже был в их числе, так как являюсь членом YPO Казахстан. И мы реально видели и нам рассказывали, что преимущество Китая в том, что они создают в первую очередь инфраструктуру, коммуникации. Тогда, когда эти вещи создаются, бизнес уже следом сам подтягивается. Это базовый компонент. Да. Вот вы сказали, аэродром намеренно строить. А скажите, пожалуйста, насколько вы осведомлены, что Аксуатский район, буквально как в прошлом году, выступил о выращивании новой породы овец? Потому что овцеводчество – это такая исконное ремесло, как вы сказали. Да? И второе, они запросили большие деньги на ирригационную систему, намерены вкладывать. Да. То есть, чтобы создавать тем самым кормовую базу с выходом на результат. Но если брать, опять-таки, мою малую родину, Аксуатский район, то 92 года у нас был районный аэродром. Ну, то есть в простом названии мы называем его аэропорт районный, да? И также вот ирригационная система, о чем вы говорите, она была. Просто хотели в какой-то момент сделать реновацию, реконструкцию, выделили деньги, ну, несколько лет назад, и взялись люди с кривыми руками и с неправильными намерениями, и взяли, разрушили ту дамбу, те вот коммуникации, ту инфраструктуру, которая у нас существовала. Это сразу же создало дефицит кормовой базы, потому что... затормозила отрасль. Конечно, когда нету кормовой базы, заниматься животноводчеством очень тяжело. Люди начали покупать кормовую базу из других регионов. А когда есть подобная ирригационная система, люди могли бы сами на месте выращивать зерновые культуры, как и для употребления самих людей, так и для кормовой базы, для животноводства. Потом вот сейчас вы сказали насчет новой породы овец. Генетика очень слабая на самом деле. Опять-таки мы занимаемся животноводчеством в большей части старыми экстенсивными методами. Интенсивных методов, технологий, я не скажу, что нет. Есть определенные вот предприниматели крестьянского хозяйства, которые пытаются использовать мировой опыт, но их меньшинство. А для того, чтобы их было большинство, опять-таки возвращаемся к человеческому капиталу, знанию людей, новых технологий, желанием людей идти учиться у других, у кого это получается. Недавно был в Австралии, был поражен масштабами их животноводчества. У них все... Они за счет этого и живут. Да. Они нас мясом кормят. Да. Вот скажите, пожалуйста, вы хорошо сейчас сказали, да, главный капитал для человека – это время. Ага. Если сам человек главный капитал для общества, то для него это время. Скажите, как вы используете свое время? И насколько как вы правильно пользуетесь своим телефоном? Бывают случаи, что он у вас на отключке? В каком случае? Ну, вот смотрите, как сейчас, вот смотрите, вот телефон, да, он у меня постоянно на беззвучном режиме. Есть только вибрация, потому что телефон не должен тебя отвлекать от каких-то важных вещей. Потому что когда ты постоянно отвлекаешься на сообщения, на звонки, ты, получается, свое время тратишь нерационально, потому что ты занимаешься чем-то важным, отвлекаясь, ты фокус свой теряешь. Когда ты возвращаешься обратно к этому же делу, у тебя после того дефокуса уходит много энергии для того, чтобы сконцентрироваться обратно именно в этом деле. И тогда, получается, продуктивность человека теряется. Читая там Наполеона Хилла, Брайана Трейси по методу тайм-менеджмента, я пытаюсь их технологии использовать. Очень интересная тема. Вот бывший президент Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэр, у него есть матрица «Срочные и важные дела». То есть, получается, на день список есть дел, которые нужно сделать, на неделю есть список дел, которым нужно заниматься, да, и нужно ставить приоритеты, что важнее. Всегда нужно заниматься не важными, но не срочными делами. А люди, которые занимаются всегда срочными делами, у них не остается времени на важные дела. То есть я почему взял телефон в руки, хочу вам показать. То есть получается, это вот моя текущая неделя. Она вот начиная с 7 утра
расписано до 7, до 8 вечера. Это прошлая неделя. Это Я вот вижу, следующая. там много красненького. Что значит красная линия? Цвета ничего не значат. Это просто мы отмечаем, к какому критерию относятся дела. И недавно разговаривая с Айдыном Рахымбаевым, я у него получил инсайт. Я раньше неправильно обозначал цветами свои задачи. Теперь нужно мне определять, какие дела относятся к бизнесу, какие дела относятся к депутатству, какие дела относятся к общественным, какие дела семейные. И будем с помощью моего ассистента-помощника будем потом анализировать, на что я больше потратил своего времени, и тем самым сокращать уделяемое время к менее важным делам. Вот хорошо вы сказали, что надо на результат дела делать. Тогда, есть ли у вас список черных дел, к которым вы никогда не прикоснетесь? Вроде бы они есть, да, но вы их отложите в сторону и скажете им goodbye. Я говорил до этого про матрицу Эйзенхауэра, да? Да. Есть важные срочные дела, есть важные несрочные дела, есть неважные, но срочные дела, есть неважные, несрочные дела. Если человек для себя определил, какие дела для него важные и срочные, какие важные, но не срочные, какие срочные, но не важные, и какие неважные, несрочные, вот этот список неважных, несрочных дел надо вообще выбрасывать в корзину. Ими нельзя заниматься. Это, получается, это раздражители человека, это время отвлекает, крадуны времени, да. можно сказать, да? Это, получается, какие-то там ненужные развлечения, ненужные отвлечения на какие-то, вообще необходимые вещи. А неважные срочные дела, иногда они есть, но их нужно делегировать, желательно, чтобы быть более продуктивным, а заниматься всегда важными, но не срочными делами. Тогда у вас не будет срочных и важных дел. Но если говорить о вашей работе, все-таки задам такой вопрос. У вас нарратив вашей работы – это облигации. Вы понимаете, вы тем самым формируете новый рынок финансовой системы. Да? Не столько он, по сути, может быть новый, для нас он новый, но это очень рисковый такой. Скажите, пожалуйста, если человек покупает акции, то у него пассивный доход. Так выходит? Да. Нарисуйте портрет человека, который покупает ваши акции, который может купить. Понимаете, это формируется принципиально новый человек рыночных отношений. Он должен это понимать. Да, на самом деле рынок облигаций, рынок ценных бумаг для нашей страны, для нашей аудитории, он относительно новый. Хотя, допустим, для мира это классика, да? Но смотрите, чем облигации интересны для простого народа, населения? Это источник, как вы сами сказали, пассивного дохода. Если взять сейчас доходность облигаций, у многих облигаций доходность составляет от 15 до 25 годовых. То есть если на депозите человек может заработать 15 годовых, на облигациях можно заработать до 10% больше. В нашей компании это 20,5% годовых. Да? Это понятно, что это источник пассивного дополнительного дохода, который дает больше, чем депозит. Тогда за счет чего формируется такая доходная часть облигаций? Смотрите, доходность, она появляется тогда, когда, облигация, это от слова obligation, это когда компания для себя привлекает дополнительные оборотные средства. Компания, которая привлекает подобные проценты заемные средства, должна быть уверена в том, что она может освоить и потом выплатить по своим обязательствам. Это предлагают в основном микрофинансовые организации, у которых доходность выше, потому что микрофинансовые организации занимаются краткосрочными, более удобными, доступными видами кредитования. В нашем случае это малый и средний бизнес, у которых постоянно возникают кассовые разрывы. То есть за счет того, что мы быстрее и удобно на короткий срок выдаем, у нас доходность по нашим продуктам выше, чем стоимость облигаций. Но опять-таки, я когда говорю про облигации, это опять-таки вспоминается слово финансовая грамотность нашего населения. Это не только нашего населения, и во всем мире вообще финансовая грамотность, она очень слабая. Даже среди предпринимателей финансовая грамотность, финансовый менеджмент очень слабый. И
некие мошенники, пользуясь подобными возможностями, создают финансовые пирамиды, где опять-таки обкрадывают простой народ, который по незнанию идут на такие баснословные вознаграждения, которые там предлагается, не знаю, 100 годовых, да? Мы видим, мы были свидетелями того, что вот под видом финансовых организаций многие мошенники создавали финансовые пирамиды и обкрадывали народ. А если возвращаться к облигациям, то перед тем, как покупать эти облигации, люди должны понимать и быть уверены в той компании, который выпускает облигации. Нормальное ли финансовое состояние в этой компании? Ну, конечно, тяжело читать каждому простому человеку баланс и определять, какое финансовое положение в этой компании, да? Но так или иначе, тогда нужно обращаться к помощи профессиональных брокеров. Брокеры могут вам рекомендовать более-менее приемлемые, надежные, финансово стабильные организации. Конечно, может быть, это не в музее такой вопрос задавать, но меня зритель просто не поймет. Скажите, как вы оцениваете такую ситуацию, что на сегодня 87% активного населения Казахстана закредитованы, из них 12% с просроченным кредитом, то есть 90 дней он же кредит просрочен. Как это понимать? В какую узду мы сами себя определили? Эта ситуация имеется в нашей стране. Это можно ее называть проблемой, можно к ней относиться и по-другому. Если посмотрим на весь капиталистический мир, инструменты кредитования всегда доступны населению, да? Можно сказать, что вся Америка и Европа живет в долг. Говорят, что лучше жить в долг, чем проглоть. Такое тоже выражение есть. Но смотрите, у нас раньше финансовый регулятор в лице Национального банка, потом создалось у нас обратно агентство, раньше было АФН, мы его расформировали, сейчас создалось новое агентство по регулированию и развитию финансовых рынков. И кроме банков, другие финансовые организации тоже получают лицензию. И тем самым сейчас государство, правительство, финансовый регулятор максимально ужесточает правила кредитования населения, граждан. Я думаю, что в ближайшем будущем данная ситуация будет улучшаться в нашей стране, потому что раньше не было описанных, согласованных правил игры. Были компании, которые выдавали займы до зарплаты, называется PDL, Payday Loan, под 1000% годовых. Тем самым человек, получив 5000 тенге, в итоге оставался должен 1 000 000 тенге. Такая ситуация имелась, но сейчас таких возможностей у таких компаний нету. Сейчас мы уже на этом рынке играем по четко расписанным, утвержденным правилам. Я думаю, что в ближайшем будущем эта ситуация в стране должна улучшиться. Қазіргі кәсіпкер дулаттың арманы не? Ең үлкен арманыңыз? Енді арман деп айтқаннан қарағанда, мен енді армандар әрине көп қой. Енді орындалатын армандар бар, орындалмайтын армандар бар. Мысалы үшін үлкен ұлымның денсаулығына байланысты толыққанды жазылып кетсе деген арман бар. Бірақ енді оған басқа көзбен қараймын. Мысалы енді кәсіпкер ретінде қарайтын болсақ, енді өмірлік бір миссия ретінде қабылдап алған дүние. Ол осы біздің Қазақстанның, қазақ кәсіпкерлерінің ғаламдық деңгейде бизнес жасай алатындығын сөзбен емес, іспен дәлелдеуге тырысу, сол арқылы басқа азаматтарға үлгі болу. Біз ауылдық деңгейде, аудандық деңгейде, өңірлік деңгейде қалып қоймай, бизнесті масштабтандырудың жолын тауып жүзеге асыра алатын болсақ, ол біздің Қазақстанның әлемдік аренадағы кәсіпкерлік біліктілігі бар халық ретіндегі рейтингін, абыройын көтерер еді. Сонымен қатар жалпы тек қана табиғи ресурстарды ғана емес, сонымен қатар басқа сервистерді, біздің қазақтың қаржы сервисін әлемге экспортқа шығарудан үлгі болу. Одан кейінгі тағы да айланып келеміз тілге, біздің мемлекеттегі бизнес өзіміздің ана тілімізде сөйлейтіндігін қалыптастыру. Сол арқылы
өз тіліміздегі талпынған, білім алған, дамитын азаматтарға деген сұраныстың көбеюі. Олардың айланып келген кезде жалақысының табысын өсіруді, қалыптастыру деп айта берсек сондай дүниелер бар. Әлеуметтік желіде байқап отырам, Фейсбукта, Инстаграмда сіз халықпен тікелей байланысқа шығып отырасыз. Ол жағынан да уақыт табасыз әлеуметтік желіге кіргеннен. Өткенде бір сұрақ болды. Өзіңіз осы мәселені қолдаушылардың қатарынан әлеуметтік желіге тәуелділік артып бара жатыр да, оқитын жастардың қатары азайып бара жатыр. Оқу. Мысалы, мен журналист ретінде айтарым, жазу мен оқу, тыңдау дегеннің арасында айырмашылық бар. Фейсбук пен әлеуметтік желік әрине ақпарат беруден жедел таратады ақпаратты. Бірақ грамматикалық сауаттылық жағынан келген кезде оқитын газет, кітап оқудың оның орны басқаша. Иә, сіздің өзіңіз қалай ойлайсыз? Келешекте осы жалпы оқудың, оқитын, қағазбен оқитын білімнің, ілімнің мүлде жойылып кетуі мүмкін бе? Енді ондай мүмкіндік бар. Мен шынымды айтсам, өзім жылына 20-ға жуық кітап оқуым керек деп мақсат қоям. Енді қазіргі таңда жылдың жартысы өтті. Оқыған кітабым саны 9 болды. Жылдың айын оны 20-ға толтыруым керек. Менің сол оқыған 9 кітабымның шамасы біреуі ғана қағаз кітап шығар. Қалғанын телефоннан оқимын. Электронды кітапты оқығанда мен үшін қолайлы. Ұшақта кетіп бара жатқанда оқи салу, кез келген жерде енді қолың қалт ете қалған кезде телефонды шығарып кітап оқуға мүмкіндік бар. Қасында бірге жүретін дүние құрал. Сондықтан да мен өз басым қағаз кітапқа қатты құштар емеспін. Шындығын айтқан кезде. Бірақ та кітапты ол газет болсын, ол журнал болсын, кітап болсын, анау қағаздың иісіне ғашық адамдар бар. Соның иісін иіскеп тұрып оқымасақ, оққан құрлы болмаймыз деген адамдар бар. Енді менің өз басым маңызды емес қай жақтан, қай ресурстан ақпаратты алу, білімді алу. Сол үшін ондай мүмкіндіктің жоқ емес екендігін мойындау керек деп ойлаймын. Дулат, спасибо, вы нам подарили такой сегодня прекрасный день, прекрасную встречу, прекрасный разговор. Я одно хочу сказать, что вот слово, оно как электричество. Да. Как зарядишь, так и полетит. Согласен. Спасибо вам за просвещение такое, и я думаю, мы надеемся, что это далеко не последняя наша встреча. Қазақ жазушыларынан өзіңіз қай жазушыны ұнатасыз? Жалпы жанр, қандай жанры, тарихи ма? Мен бар ғой соңғы кездерде көбінесе кәсіби әдебиетті көп оқимын. Енді көркем әдебиет өте аз. Биыл қазір есіме түсірейінші оқыған кітаптарым көркем әдебиет бар ма екен? Президентіміздің слово об отцесін оқыдым орыс тілінде. Соң кейін Григорий Петров дегеннің мінсіз мұғалім деген бір қысқа кітабын оқыдым. Анау неде МГУ-да профессор болып жүрген адамның ауылына барып, жай мектептің мұғалім болған кезде жынданған шығар деп ойлайды, бірақ та сол арқылы өзінен кейін мықты суретші шығарады, сондай дүние жасайды. Содан кейін Толстойдың исповедін оқыдым. Кішкентай ғана ол. Содан кейін соған ұқсас Ю Хуа деген Қытайдың Жид деген кітабын оқыдым. Енді осы ғой деймін. Ал негізінде көбінесе менде кәсіби әдебиеттер. Бизнес жайында. Дулат, біз енді кешеде өзіңізде сөйлегенде айттыңыз, бәріміз біз Абай елінікіміз, Абайдың ұрпақтарымыз, Абай жеріндеміз деген сөзді мақтанышпен айтамыз. Бұл қазақтың Абайы ол біздің ғана емес. Абайдың ескерткішінің жанында тұрмыз, өзіңіз үлгі етіп айта жүретін, есіңізде сақтап жүретін Абайдың қандай қанатты сөзін айтар едіңіз? Енді көп шыны керек сол Абай атамыздың бала күндегі жаттаған оқыған сөздеріміз, өлеңдеріміз қазіргі күнге дейін әлі естен шықпайтын бір қызық дүние. Кейіннен мен соңғы жылдары тырысып көрдім, басқа өлеңдерін бәрін жаттап алайын деп. Бірақ ол бір уақытта жаттайсың, 2-3 аптадан кейін ұмытылып қалады екен. Енді көп қой, мысалы үшін адам бір боқ көтерген боқтың қабы, боқтан сасық боларсың, өлсең тағы деген сияқты біздің өмірдегі уақытша пенде екенімізді көрсетеді. Жалпы енді Абай атамыздың қара сөздерін қарайтын болсақ, енді бірінші сөзі өте бір керемет. Мен сол бірінші сөзін жыл сайын бір қайталап оқыған кезде, енді азды көп жасқа келдік, бұдан кейін не істейміз дейді.
Сондай сұрақты мен де көбінесе өзіме қоям. 40-тан астық, ары қарай Абай атамыз сияқты бізде сол естіген, білген, көрген бізді жазуға айналысып кетейік па, онда кәсіппен айналысады деген сияқты риторикалық сұрақтар болады. Енді ол кісі сол кездегі айтады ғой, мен мал бағуға бармаймын, себебі бағайын десем, оны кімге, кім үшін бағам, ұры қарының жемі болам ба, бала тәрбиелейін десем, қалай тәрбиелеу керек екенін білмеймін. Ғылыммен айналысайын десем, білмейтінді үйренетін адам жоқ, ал үйренгенді үйрететін адам жоқ. Оны кіммен де қолалада қалам ұстап отырасың дейді. Енді осы Абай атамыздың осы дүниесінің өзі адамзаттың өзінің өмірдегі миссиясын анықтап, өмірдегі өмір сүру мәнінің нақтыланған кездегі өмірдің сапасының жақсаруына, артынан із қалуға жасаған ең керемет нақыл деп ойлаймын. Ал енді жалпы анау Асқар Сүлейменов ағамыздың сөзі де маған жиі келеді. Қазаққа ескіргенде Абай ескіреді дейді. Біз әлі Абай атамыздың қазынасын толық танып, үйреніп, оқып, одан нақты өзімізге өнеге алып, қолдана алмай жүрміз. Қолданып жүрген адамдар да бар, бірақ та халықтың басым көпшілігінде осы дүние жоқ. Біз қазынаны, бір жақсы дүниені, инсайтты сырттан іздеуге асығамыз, ал шын мәнінде тіпті енді мен шетелдік бір мықты ғалымдардың жазған тұжырымдамасын оқып келген кезде Абай атамыздың бір қара сөзінде соның бәрін жазылып тұрғанын көріп таң қаламын. Енді ол кісі сол замандағы әлемдегі бар білімді жинап, бізге қазына қылып қалдырды. Абай атамыздың бізге берген бұл сұмдық деңгейдегі қазына байлығын ұқсата беруіміз керек деп ойлаймын. Рахмет. Қымбат уақытыңызды бөліп, бізге уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Сіздерге рахмет. Сіздермен сұхбаттасып, бір жақсы көңіл күй алып қалдық. Енді осы әңгімеміздің көрерменге пайдасы тисе, біз бақытты шығармыз деп ойлаймын. Рахмет. Спасибо вам, Вера.